Опералық музыканың метрлары махаббат тақырыбын тағы да әуезді кешке арқау етті. Астана опера театрында классик және қазақстандық композиторлардың камералық вокалдық лирикалары шырқалды. Театрдың жетекші солистері ариялар мен дуэттер орындап көпшілікті әуезді әнмен тербеді. 90 минутта 9 түрлі тілде ән шырқалды. Тілі басқа болғанымен кешті тамашалауға келген көрермен музыканы жүрекпен ұғынды. Сиқырлы сезім, сырлы әуен көңілге күй болып жетті. Әнді қосыла шырқағандар да болды. Таңдауым итальян және ағылшын тіліндегі әндерге түсті, бірақ классикалық бағытта емес. Олар 40-50 жылдардың туындылары. Махаббат тақырыбындағы әндер ешқашан көңілден кетпейді. Шығармалар жадымызда жатталған. Бұл музыкаларды көрермендер сүйіп тыңдады. Оны тоқтаусыз соғылған қошеметтен байқауға болады. Көңілді кештің концертмейстері Гаухар Тасбергенова концерт өткізудің басты идеясында ұсынған осы өнерпаз. Көрерменнің жанын жадырату үшін сырлы сазды, терең толғанысқа толы туындыларға таңдау жасалыпты. Программа у нас совершенно разная. Концерттік бағдарлама әр алуандығымен ерекшеленеді. Ария, романс барлығы да кез келген кеште кездеседі. Бірақ Альфия Кәрімова Нұрғиса Тілендиевтің Ақ шағаласын орындаймын дегенде барлығымыз таңдандық. Себебі қазақ композиторларының шығармалары шынында ерекше әсерлі. Кештің ерекше өтуін қалаған музыканттар өңдеуі өзгеше туындыларды сахнаға алып шықты. Татарстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Нұрланбек Мұхамбетов Дударайды жаңаша орындады. Үні нәзік, әсемсазды әуен тыңдармандарды елетті. Асқақ классиканы тыңдаған қауым тынымсыз тіршілікті бір сәт ұмытып, музыканың құдіретін сезінді. Сондықтан болар кеш соңында көрермендер өнерпаздарға тоқтаусыз қошемет көрсетті. Көктем басталғалы Астана опера театрында 5 бірдей концерт өтті. Ал бұл 6-шысы. Апта соңында мерекелік шараларға толы. Олар ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамына арналған. Камила Мәулен, Мәдениетке саяхат, Астана.